ең бірінші басшылыққа алатынымыз әрине бізде әдістемелік нұсқаулық. Әдістемелік нұсқаулық осы 2023-24 оқу жылына берілді. Сол жерде пунктта көрсетілген, сабақты жоспарлау бойынша. Пәндер бойынша орта мерзімді жоспарлау болады, әрине 90-дарға бөлінген. Енді мен бүгін сіздерге қысқа мерзімді жоспарға тоқталамын. Қысқа мерзімді жоспар ол 130-ші бұйрыққа сәйкес келесі тармақтарды қамтиды. Оқу бағдарламасының бөлімі, педагогтың аты жөні, сабақты өткізу күні, сабаққа қатысқандардың саны, енді ол барлығымызға белгілі. Сабақтың тақырыбы, оқу мақсаттары. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары, яғни біз қамту керек, мысалға 7-ші сыныпқа арналған болатын болса, сабақ бағдарламасы, оқу бағдарламасы, сол 7-ші сынып оқушыларының мысалға ағылшын тілі пәнін игеру керек стандарт, ға жету. Одан кейінгі оқу мақсатынан шығатын бізде сабақ мақсаты болады, яғни 45 минутқа бөлінген сабақ мақсаты. Одан кейінгі сабақтың барысы жазылады. Ол жерде мұғалім мен оқушының іс-әрекеті, бағалау және ресурстар. Бұл кестемен берілген. Енді мен сіздерге әрқайсысына тоқталайын. Әрқайсысына тоқталған кезде ең бірінші біз сабақ мақсатынан бастаймыз, әрине. Сабақ мақсаты қандай болу керек? Ол нақты, қолжетімді, уақытпен шектелген, сараланған, шынайы. Яғни өз сөзімізбен айтатын болсақ, сіз 45 минут ішінде сеніп тұрған, сіз шынайы дегеннен бастайын, сіз сеніп тұрған мақсат болу керек. Сіз өзіңізге қойып көріңіз ол мақсатты. Сіз орындай аласыз ба 45 минуттың ішінде? Мақсатты дұрыс құрған, ол дұрыс сабақ өткен. Ол балалардың мақсатқа жеткенінің бір көрінісі. Одан кейін ол әрине уақытпен шектелген болады, яғни 45 минутқа сиятындай. Кейде мынандай мақсаттарды мен көремін. Оқуға қызығуш көрдім, жылдың басында. Оқуға қызығушылығын оқушылардың арттыру деген сабақ мақсаты. Ойланып қараңыз. 45 минуттың ішінде қызығушылығын арттырам. Ол пән қандай? Ол оқу мақсаты қандай? Одан шығатын сабақ мақсаты бар емес пе? Қызығушылығын арттыруды қалай өлшейсіз сіз? Яғни сіздің мақсатыңыз ағылшын тілі пәнінде қызығушылық арттыру емес. Ағылшын тілі пәнінен мақсатқа жету үшін қызығушылықпен алып келу. Енді сараланған болуы мүмкін. Яғни бұл жерде ойлау деңгейлерінде ескеру керек. Себебі біз әртүрлі ойлау деңгейін жүзеге асырамыз. Сабақтар барысында ол қолдану деңгейі болуы мүмкін, талдау деңгейі болуы мүмкін. Сол себепті сыныптағы әртүрлі оқушылардың отырғанына да ескеруіміз керек. Бұл сыныпта жоғары деңгейде ойланатын, жоғары деңгейдегі санатындағы оқушылар болуы мүмкін, B санатындағы деп айтамыз, орта деңгейдегі оқушылар мүмкін, және көпшілік оқушылар мүмкін, кейбір оқушылар төмен деңгейде. Яғни былай айтатын болсақ, мына костюм сыныптарда әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, көп мектептерде гимназиялық сыныптар бар да, сосын жаңағы жай бәріне бірдей оқытылатын сыныптар бар. Енді қарасаңыз, мына костюм, дәл осы костюм мысалға сізге болмауы мүмкін. Сол себепті бұл жерде сараланған мақсатты қоюдың да маңыздылығы жоғары. Ол мақсат қолжетімді болу керек. Яғни сіз нақты мақсат, қолжетімді мақсат қоясыз. Сол 45 минуттың ішінде орындалуға бағытталған. Яғни сіз сену керексіз ол мақсатқа. Енді келесі, сабақ мақсатынан кейін бізде әрине бағалау критерий болады. Ол не? Вообще бағалау критерий дегенді айтқан мезгілде ойымызға не келеді? Баға келе ме? Жоқ. Бұл бағалау критерий, яғни біз мақсатты айқындап алдық, мақсатты айқындап алғаннан кейін, мысалға айтатын болсақ, менің мақсатым авторлық бағдарлама жазу. Бұл мақсат. Бұл мақсатқа жеткенімнің айғағы не? Айғағы, яғни нәтижесі. Мына жерде алатын болсақ, нәтиже ол бізде жеткеннің көрінісі, мақсатқа жеткеннің көрінісі. Яғни бағалау критерийі қандай? Ол критерий, ол қандай болады? Авторлық бағдарлама
жазылып аяқталды. Мысалға, мен оған сұрақ қоятын болсам, мерзім қоятын болсам, 3 айда жазылып аяқталды. Яғни нәтижесі деген ғой, аяқталды. Нәтиже солай. Ол мысалға 100 бетті қамтыды деген сияқты. Оның апробациясы жасалынды деген сияқты. Келесі қадамдар, соған жететін қадамдарым менің, анықтаймын. Ол теория, практика деген сияқты. Келесі талап. Бұл бағалау критерийін басқа сөзбен айтатын болсақ, ол нәтиже, қадамдар және талап. Жаңағы менің мақсатыма жету үшін қойған талаптарым. Мақсат оқушының мақсаты ғой, себебі сабаққа келгенде оқушы 45 минут бала түсініп отыру керек, бала алдымыздағы білім алушы. Ол оқуға келді. Ол мақсатқа жетуі қажет. Ол қаншалықты жетеді, немесе жетпейді, ол неге байланысты, оқуы туралы ойлану керек. Метатану деп айтамыз, оны басқа сөзбен айтқанда. Яғни ол өзінің оқуы туралы үнемі ойлану керек. Неліктен оған ол оқуды оқу керек, неліктен ол пәнді, неліктен дәл сол тақырыпты оқу керек, және қалай оқып жатыр, оқығанның, сәтті оқығанның көрінісі қандай. Бағалау критерий дегеніміз осылар. Қазір бағалауға тағы да толығырақ тоқталамын. Келесі, және біз мақсатты қойдық, бағалау критерийін анықтадық. Нақты қандай қадамдар, қандай нәтиже біздің мақсатқа жеткеніміздің көрінісі бола алады. Анықтадық, балалармен бірге анықтадық. Себебі біз айттық, бұл сіздің өзіңіздің жоспарлап алған жоспарыңыз, және бұл сіздің ғана жұмысыңыз емес, ол оқушының да жауапкершілігі екенін ескерту, балаларға түсінікті қылу, балалар түсініп отыру керек, ол мақсат өздерінікі екенін. Әр сабақ сайын олар жете түсіну керек. Сонымен қатар, сол мақсатқа жету үшін біз тапсырмалар жоспарлаймыз. Тапсырмалар тектен-тек алынбайды, ол мақсатқа жетуге бағытталған. Сабақ мақсатына жетуге бағытталған тапсырмалар болады, міндетті. Бұл тапсырмалар 1, 2 немесе 3 болады. Бірақ ең маңызды фактор, ескеретін нәрсе қағида, бұл жерде сабақ мақсатына жетуге бағытталған болу керек. Келесі, ол тапсырмалар инклюзиялық оқыту, саралауды ескеру қажет. Яғни біз манада айттық, сыныпта әртүрлі деңгейдегі оқушылар болады. Ол деңгейлер оның ақпаратты қабылдау деңгейіне қатысты, темпераментіне қатысты, танымдық деңгейіне, ойлау деңгейіне қатысты. Сонымен қатар темпераментті айттым, сонымен қатар дене, физикалық ерекшеліктерге де қатысты болуы мүмкін. Яғни біз сыныпта 25 бала отырса, сол 25 баланың барлығының қажеттілігін қанағаттандыратындай біз тапсырмалар жоспарлауымыз керек. Яғни жеке ерекшелікті ескере отыруымыз керек. Біз тек қана сыныптағы 5-10 жақсы оқитын балалармен жұмыс жасап, біз көп кездесіп жүрген көрініс, әрине, жақсы оқитын балалармен жұмыс жасап қана қоймай, біз балалардың қажеттілігін, оқушылардың, білім алушылардың қажеттілігін қанағаттандыруды ескеруіміз қажет. Бұл жерде ақпаратты қабылдауына қатысты визуал, аудиал, кинестетиктер болуы мүмкін. Сол себепті бұған жеке, жұптық, топтық тапсырмаларда жатады. Яғни сыныпта жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды біз тапсырманы орындау түрлерін қосатын себебіміз ол әртүрлі балалардың қажеттілігін қанағаттандыру үшін жасалынады. Яғни топтық жұмыс барысында бір-біріне қолдау жасайды. Бұл жерде әлеуметтік оқуға әсер ететін фактор орын алады. Жұптық барысында бір-біріне сұрақ қоя алады. Жеке жұмыс барысында өзіндік қабілеттерін көрсете алады деп есептелінеді. Яғни танымдық, әлеуметтік, эмоциялық қолданысқа ие болу керек тапсырмалар. Түсінікті болар деп ойлаймын, себебі танымдық жеке сабақ мақсатына жетуге бағытталған, әлеуметтік пен эмоциялық факторлар, оқуға әсер ететін факторлар, олар сабақ мақсатына жетуге көмектесуші, қолдаушы факторлар болып табылады. Әлеуметтену керек, қарым-қатынас, дағдыларды айттық қой біз, қарым-қатынаста жұмыс жасау арқылы жетеді. Сонымен қатар олардың
қауіпсіз ортада болуын ескеруіміз қажет. Яғни тапсырмалар уақытпен белгіленген, біз бөлеміз, уақытты басқарып отырамыз. Сонымен қатар ресурстар болу керек. Мен жас мамандарға айтқан болатынмын, көрнекілікпен кіру керек сабаққа. Көрнекілік дегеніміз ол ресурстар. Ол біздің презентация, слайдтар болуы мүмкін, ол бізде флипчарттар болуы мүмкін, ол бізде маркерлер болуы мүмкін, стикерлер болуы мүмкін, ол бізде карточкалар болуы мүмкін, әр тапсырмаға қатысты сұрақтар болуы мүмкін, түрлі түсті қағаздар болуы мүмкін. Вообще түрлі түсті қағаздардың пайдасы өте зор. Оның да белгілі бір мақсаты бар. Түрлі түсті қағаздарды қолдану көңіл күйді көтереді, қызығушылықты көтереді. Егер сізде кедергі болса, балалардың оқуға қызығушылығын төмендеуі, соңғы сабақтар болып, балалар шаршаңқы сезініп отырған байқасаңыз, осы түрлі түсті қағаздарды қолдануға болады. Яғни оқу мақсатымен байланыстырасыз ғой, әрине тапсырмаларды құрған кезде. Мынандай бір папканы ұстап жүріп, оқуға әр сыныпқа баратын болсаңыз, тем более осындай ішіне салып алсаңыз болады. Мен жас мамандарыма берген өзімнің ұсынысым. Сол сіздермен де бөлісіп жатырмын, құрметті әріптестер. Ресурстардың болуы міндетті, маңызды фактор. Бұл жерде жіп, қайшы, түрлі ресурсты қолдана аламыз. Енді мен бағалауға көшейін. Бағалау. Бұл жерде қалыптастырушы бағалау туралы айтамыз. Жиынтық бағалау білесіздер, 90 соңында немесе бөлім соңында қойылады. Бөлім бойынша жиынтық бағалау, 90 бойынша ТЖБ, БЖБ деп айтып жүрміз. Бағалау сабақтың өн бойында жүреді. Біз бағалау деп соңына ғана жазбаймыз. Жаңағы 130-шы бұйрықта кесте, 9-шы кестеден көргеніңіздей, оның өзінің бағалау деген графасы бар. Бағалау, ол тек қана баға қою емес, ол жетелеу, ол қолдау, ол мақсатқа жеткізуге бағыттау. Бұл жерде манағы терминдер критерий және дескриптор деген жүреді. Мана айттық біз, критерий, дескрипторды біз үш түрлі сөзбен айта аламыз. Нәтиже, қазақша айтатын болсақ, нәтиже, яғни тапсырма орындау барысында ол тектен-тек тапсырма орындап жатқан жоқ, ол мақсатқа жету үшін орындап жатыр. Және сол тапсырманы бөлек алатын болсақ, тапсырманы қалай орындайтын қадамдар және талап, тапсырманы орындауға қойылатын талап, сонымен қатар тапсырманың қалай орындалғанның нәтижесі. Түсіндік па? Содан кейін біз рефлексия мен кері байланыс жүреді, тапсырманы орындау барысында. Мен енді көп қолданатын өзімнің мысалым, бүгін мен басқаша айтайын, мына стаканды жасау. Мысалға, мына стаканды жасау мақсат бар. Бұл су ішетін стакан, осыны жасау мақсат бар. Мақсатты нақтылап аламыз, су ішетін ыңғайлы стакан жасау. Енді біз бұл мақсатқа жету үшін тапсырмалар, яғни бағалау критерийлерін анықтап алуымыз мүмкін, қадамдар. Тапсырмалар. Ол тапсырмалар материал іздеу, сыртқы материал, оны жасау деген сияқты. Енді критерийлері қандай? Оның ықшамды болуы сантиметрін көрсетіп қойсақ болады, ұзындығы 1 сантиметр деген сияқты. Мысалы 20 сантиметр бір қарыс салады. Одан кейін оның түсі көңілді ашатындай болу керек деген сияқты. Приятный деп айтамыз ғой, өте жағымды түсі. Онымен қатар су ішуге ыңғайлы, креативті қылып жасау, ерекше қылып жасау деген сияқты өзінің прочный материал және эко бағыттағы жасалу критерийін анықтап аламыз. Яғни нәтиже сондай болу керек екенін өзімізге алдын ала анықтап аламыз. Енді жасауға кірісеміз. Жасап болғаннан кейін қандай деңгейде жасалынды дегенге сұраққа жауап беру үшін біз кері байланыс береміз. Кері байланыс тектен-тек берілмейді, әріптестер, ескереміз. Мына жердегі қойылған критерий мен дескрипторға қарай берілеміз. Мысалға, бағалаған мезгілде, яғни кері байланыс беріліп жатыр деген сөз, бағаланып жатыр деген сөз, яғни жұмысты одан сайын жақсарту жөнінде ұсыныстар айтылып жатыр деген сөз, немесе жұмыстың қандай деңгейде екеніне қатысты пікір айтылып жатыр деген сөз. Бұл жерде айтпаймыз. Бұны
қабы болғанда алып жүретін, мына жерде ручкасы болғанда деп айтпаймыз, себебі ол бізде критерийде берілген жоқ. Сондықтан кері байланыс берілген кезде ол бізде критерий мен дескрипторға қатысты беріледі. Критерий және дескриптор бұл бір-бірінен туындайтын сөздер. Критерий егер нәтижені көздейтін болса, дескриптор соған қатысты қадамдар, нақты қадамдар. Ол более ашылып жазылады. Енді өзін-өзі және өзара бағалау мен рефлексия мен кері байланыс арасында өте күшті байланыс бар, байқап отқандай. Бұл жерде өзін-өзі бағалау ол рефлексия, яғни өзіне-өзі сұрақ қояды, өзін-өзі ойланады, өткенге жүгінеді, ал өзара бағалау ол бір-біріне қатысты кері байланыс айтса, мысалға Мараттың жасаған жұмысына қатысты, тапсырмасына қатысты критерийге негізделген пікірді Айгүл айтатын болса, онда өзара бағалау және кері байланыс бер деп айтылады. Балаларды біз кері байланыс беруге бағыттауымыз керек, үйретуіміз керек. Сонымен бағалау туралы осы қысқаша айтылған мәлімет болды. Жалпы сабақтың сәтті өткенінің көрінісі ол неге байланысты? Сабақ мақсатына қандай деңгейде оқушылардың жеткеніне байланысты. Ол үшін сабақ мақсаты дұрыс құрылу керек, бағалау критерийлері дұрыс құрылу керек, сонымен қатар тапсырмалар дұрыс таңдалу керек, ресурстар дұрыс алыну керек, жіті қадағалану керек, эмоциялық қолдау болу керек, балаларды эмоциялық қолдау, балаларға өзін-өзі реттеуге қатысты, сонымен қатар оқуға деген ынтасын, ішкі уәжін көтеруге қатысты сіздің қолдауыңыз, олардың өзара қолдауы сыныптағы талапты күшейту керек. Сонымен қатар ұлттық құндылықтар биылғы жылы алынып жатқан осы талап құндылығын біз жоғары қоюымыз керек. Әр сабақ сайын жүзеге асырып отыруымыз қажет. Сыныпта балалар бір-біріне сұрақ қойса, бағалау дұрыс таңдалса, мақсат дұрыс таңдалса, сонымен қатар сыныпта күлкі естілсе деген сөз бар. Яғни сыныпта біз армияға келгендей, біз жаңағы тікесінен тік тұрғызып отырғызу немесе тек бұлай отырғызу деген сөз емес, шыбынның ызыңы естілмейтіндей. Біз әзілді де әдемі қолданатындай деңгейде балалармен бір жақсы ынтымақтасқан орта құратындай сабақтар жүргізілу қажет. Сонда сәтті сабақ болады. Сәттілік сіздерге, әріптестер.